Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз аудандастыру әдісі туралы әңгіме қозғаймыз. Жалпы аудандастыру әдісі бізге таныс. 10-шы сынып бойынша біз сіздермен Қолинаның төменнен жоғары, жоғарыдан төмен, беттестіруші әдіс, жетекші, тораптариал, біртекториал деп 10-шы сыныпта аудандастыру әдісін қарастырғанбыз. Енді сол аудандастыру әдісі бойынша ары қарай жалғастырайық. Жалпы аудандастыру табиғи, әлеуметтік және экономикалық жүйелерді үйлестірудің аса маңызды әдістерінің бірі болып табылады. Аудандастыру аумақтық басқару мәселелерін шешуде әкімшілік бөлініс, табиғатты пайдалану және табиғатты қандай мақсатта пайдалануды қолданылады. Аудандастырудың жалпы мәні кеңістіктегі өзіндік ерекшеліктеріне ие аумақтық түзілімдерді анықтап, оларға сипаттама беру, шекараларын ажыратуды айтамыз. Жалпы аудандастыру арқылы кеңістік өзара байланысты аумақтық бірліктерге жіктеледі және оларды біз таралу аймағын ареал деп атаймыз. 10-шы сыныпта біз бұл ақпаратты қарастырған болатынбыз. Ал енді бүгін біз сіздермен жалпы аудандастырудың құрылымдық сызбасын қарастырамыз. Яғни аудандастырудың құрылымдық сызбасын жасаған кімдер екен және ол қалай бөлінеді қарастырайық. Сызбасы. Яғни құрылымдық сызбаны жасаған орыс ғалымдары Гладкий мен жазып кетейін, сіздердің естеріңізде қалсын, Чистобаев деген ғалым екен. Мінекей, біліп аламыз, Осы екі ғалымның аудандастыруының құрылымдық сызбасы бойынша оны 4 топқа бөліп қарастырады. Яғни бірінші ол физикалық география. Әрине, әр сала ары қарай өзінше жіктеледі. Физикалық география. Қысқартып жаза берсек болады. Ал бұған не жатады? Мен жіктеп жазбай қояйын, сіздер мұқият тыңдап алыңыздар. Физикалық география. Біз білетін ол географиялық қабық, географиялық белдеу, табиғат зонасы, аймақ, аудан және ландшафт немесе жергілікті жер типін айтамыз. Бұл физикалық география бойынша аудандастырудың жіктелуі екен. Екінші экономикалық география. Бұл да өз кезегінде бірнеше саладан тұрады. Ол біз білетін әлемдік экономикалық кеңістік, интеграциялық одақ, ұлттық экономикалық кеңістік, ірі экономикалық аймақ, орташа экономикалық аймақ, шағын экономикалық аймақ болып аудандастырылады екен. Үшінші саяси бізде құрылым ол саяси география. Саяси географияда қандай аудандастырулар? Дүниежүзінің саяси кеңістігі, әлемнің ірі саяси бөліктері, әскери саяси блоктар, ұлттық саяси, геосаяси кеңістік, мемлекеттің шекаралық зонасы және жергілікті шиеленіс ошағы болса, ол саяси географиялық аудандастыру болып табылады екен. Әрине, төртіншісі ол мәдениет географиясы. Бұны біз білеміз негізгі өркениеттер бойынша. Әлемдік өркениет, жеке өркениет, ұлттық мәдени кеңістік, мемлекеттің геомәдени ядросы, ұлттық мәдениет, қала мәдениеті. Міне, жалпы Чистобаев пен Гладкийдің аудандастырудың құрылымдық сызбасында осы 4 негізгі құрылым бар екен, және ол құрылымдар өз кезегінде аудандастырылады екен. Кез келген аумақты кеңістік бойынша жіктеу, яғни аудандастыру бірнеше критерийге жіктелген. Олар жіктелген аумақтың бірліктерінің өзіндік ерекшеліктері және оларды құрайтын элементтердің өзара аудандастырылуы. Енді жалпы аудандастыру кезеңдері бірнеше кезеңнен өтеді. Ол қандай кезеңдер? Айтып өтейік. Бірінші, геожүйелерді таңдау, яғни бірінші кезеңі. Екінші кезеңі аудандастыру үшін маңызды белгілерді анықтау,
жаңа физикалық болсын, мейлі экономикалық география болсын, негізгі қандай белгі бар? Үшінші, белгілері бойынша жіктеу және сипаттау. Төртінші, ареалдар негізінде шекараларды анықтап, аудандастыру жүргізу болып табылады. Бұл аудандастырудың 4 кезеңі. Мен жазып қояйын, жалпы есімізде болсын, қанша кезеңнен тұратын аудандастыру кезеңдері. Нешеу екен? 4 екен, Оны мен қазір 4 айтып шықтым. 4 кезең. Жалпы география ғылымында аудандастыру біртекті және әртекті бейнеленеді. Біртекті дегенде бір ауданға қатысты болса, әртекті болса, ол өзіндік ауданды құрайды екен. Енді ары қарай біз жалпы аудандастырудың негізгі ұстанымдарын қарастырамыз. Аса маңызды аудандастырудың, оны да біліп алайық. Принциптері немесе ұстанымдары деп айтуға болады. Принциптер. Олар 3 және олар қайсы? Бірден айтсын. 3 принципі. Бірінші ол үздіксіздігі. Яғни аудандастыруда әрбір нысан белгілі бір бірлікке енеді және аудандар тобында ешқандай ақтаңдақтардың болмауы дейді. Яғни үздіксіз деген сөз. Екінші, бір тектілігі. Ол дегеніміз не? Аудандастыру сызбалары бір деңгейдегі нысандарды қамтуы керек. Яғни бір текті болу керек. Үшінші, ол мақсаттылығы. Аудандастырудың нақты мақсатқа сәйкес маңызды белгілері бойынша жүргізуді айтамыз екен. Жалпы экономикалық аудандастырудың теориясының негізін салған, яғни аудандастырудың деп айтайық, экономикалық аудандастырудың. Аудандастыру тұжырымдамасын жасаған деп жазайық. Тұжырымдамасы. Біз бірнеше ғалымда айтамыз. Мен тақтаға жазып кетейін, есте сақтауға оңай болсын. Александров. Келесі Баранский. Экономикалық аудандастыру жүрген Баранский екен біз жақсы білеміз, Қазақстанның экономикалық аудандарын. Және үшіншісі Колосовский. Міне, осы 3 ғалым экономикалық аудандастырудың негізгі тұжырымдамасын жасаған, ал жалпы теорияның негізгі ұғымы ол қандай? Біріншіден, аумақтардың шаруашылық салалары бойынша мамандануына алып келетін географиялық еңбек бөлінісі ұғымы. Келесі, аумақтың салалық құрылымын қалыптастырушы өндірістік технологиялық тізбегі ретіндегі энергетикалық өндірістік цикл ұғымы. Үшіншіден, елдегі ұлттық экономика шеңберінде салалық мамандануы бар ішкі табиғи және әлеуметтік экономикалық біркелкілікке ие және кешенді дамуды көздейтін аумақ ретінде анықталатын экономикалық аудан ұғымы. Міне, осы негізгі тұжырымда негізгі 3 ұғымды айтып көрсетеді. Осы 3 ғалым. Александров, Баранский және Колосовскийдің айтуы бойынша, тұжырымдамасы бойынша. Жалпы 11-ші сыныптағы аудандастыру әдісі бойынша білетініміз осы. Физикалық, экономикалық, саяси, мәдени, географиялық аудандастырудағы ары қарай жіктеулерді міндетті түрде жаттап, жазып аламыз. Жалпы аудандастыру туралы ақпарат осы. Мен сіздермен қоштасамын. Келесі сабақта кездескенше.